Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сатылы бөлшектер тақырыбы туралы үйренетін боламыз. Бұл біздің оқулығымыздағы қосымша үлгеру оқу үшін берілген материал. Біз бұны үйренеміз, өйткені бізде ұлттық бірыңғай тестте осы сатылы бөлшектерге тапсырмалар бар. Қазір 751 есеп. Сатылы бөлшек дегеніміз балалар, бөлшектің алымында да, бөлімінде де бөлшек болып келген жағдайдағы шығаратын есептер. Бірінші ең қарапайым түрдегі берілген бөлшек, яғни бөлшектің алымында бір ғана бөлшек, бөлімінде бір бөлшек. Бұл ең оңай тапсырмалар болып табылады. Яғни бөлшектің алымындағы бөлшекті өз күйінше жазып, бөлімдегі бөлшекке кері бөлшек жазамыз. Сонда бізде қысқаратындарын қысқартамыз. Тең 3-тен 2 деген бөлшек шықты бізде. Келесі 753 есеп. Алымында бізде енді 2 бөлшек бар. 8-ден 5 көбейтілген 3-тен 2, бөлімінде 9-дан 5. Осы бөлшекті шығару үшін біз былай жасаймыз. Алымдағы бөлшекті ретімен жазып аламыз. 8-ден 5 көбейту 3-тен 2 және көбейту қоямыз да бөлімдегі бөлшекке кері бөлшек жазамыз. Тең қысқарту амалдарын жасаймыз. 5 пен 5 қысқарады. 8 пен 2 қысқарады, 3 пен 9 қысқарады. Сонымен бізде қалған бөлшек 4-тен 3 бөлшегі шықты. Келесі сатылы бөлшекті енді бізде көбейтумен емес, басқа да амалдармен қосылып берілетін бөлшектер болады. Айталық 755 есеп. Бұл бөлшекте бізде алымында 12-ден 7 бөлшегі минус 3-тен 1, бөлімінде 2-ден 1, азайту 5-тен 2. Енді бұл бөлшектерді біз қалай орындаушы едік? Алымын орындап аламыз азайтуды, бөліміндегі азайтуды орындаймыз, сосын алымнан шыққан санды бөліміне бөлеміз. Енді осыны жеңіл басқаша түрде тез қалай орындауға болады, соны қазір көрсетемін. Енді бізде 4 бөлшек бар ғой. Осы 4 бөлшектің бөлімдеріндегі сандарды қарайық. 12, 3, 2 және 5. Осы сандар үшін біз ең кіші ортақ еселік тауып аламыз. Ол бізде 60 болады. Жіктеп табасыңдар 60. Сол 60 тапқан 60-ты бөлшектің алымына да, бөліміне де көбейтеміз. Ондағы мақсатымыз бөлшектің алымында, бөлімде натурал санға келтіру. Енді былай деп түсінейік, бөлшектің алымында, бөлімде 60-ға көбейттік дейік, немесе мен былай түсіндірем оқушыларға. 60-ты 12-ге бөлеміз, 5-тен келеді. Мына жерге 5-ті қойып қоямыз. 60-ты 3-ке бөлеміз, 20. 60-ты 2-ге бөлеміз, 30. 60-ты 5-ке бөлеміз, 12. Мінекей, яғни толықтауыш көбейткіштер түрінде жаздық. Содан кейін мына 5 пен 7-ні көбейтеміз, 35 болады. Мына алған толықтауыш көбейткіш жазғаннан кейін бөлшектің бөлімдері түсіп қалады. Мына 4 бөлшектің бөлімі түсіп қалады. 7, 5-ін 35, азайту 20 мен 1-ді көбейтеміз 20, 30 пен 1-ді көбейтеміз 30, азайтамыз 12-ні 2-ке 24 тең. Әрі қарай есептейміз. 35-тен 20 алсақ бізде 15 қалады. 30-дан 24 алсақ 6 қалады. 6 мен 15 қысқарады. 3-ке 5, 2 тең бізге шыққан бөлшек 2-ден 5 немесе 2,2-ден 1 дейміз. Мінекей, мынандай бөлшектің алымында да, бөлімінде де осындай бөлшектер болған кезде, яғни сатылы бөлшектер болған кезде, азайтуда да, қосуда да осылай орындай беруге болады. Келесі есеп бізде енді көбейту болса, алымында да, бөлімінде де көбейту амалдары бізде көбірек болса, бұл бізде 758 есеп. Үшіншісін көрсетейін. Бөлшектің алымында 3 бөлшек бар. 9-дан 5, көбейту 6-дан 1 және көбейтеміз 18-ден 5. Бөлімінде бөлшек, бұнда да 3 бөлшек. 18-ден 1 көбейтеміз 3-тен 2 және көбейту 9-дан 1. Мінекей, осындай жағдайда біз қалай шығарамыз? Бірінші, мына бөлшектің алымындағы 3 бөлшектер ғой көбейтумен. Соларға тиіспей, сол күйінде қалай берілді, солай жазып аламыз. 9-дан 5, көбейту 6-дан 1, көбейту 18-ден 5.
Әрі қарай бөлшектің бөліміндегі сандар тұр ғой, 18-ден 1, 3-тен 2, 9-дан 1 деген. Бұларды бөлу керек қой, бөлшектің бөліміндегі бөлшекке. Соны біз көбейтумен ауыстырамыз да, әр бөлшекке кері бөлшек жазып отырамыз. 1-ден 18 көбейту 2-ден 3 көбейту 1-ден 9. Ал енді қысқарту жасаймыз. Тең. Мына жерде бізде қысқаратын бөлшектер не бар? 18 бен 18 қысқарып кетеді. 9 бен 9 қысқарады. Тағы нешелер қысқарады? 6 мен 3 қысқарады. 3-ке 1, 6-ға 2. Әрі қарай бізде қысқаратын сандар жоқ. Олай болатын болса, 5 пен 5-ті көбейтеміз. Бізде 25 болады. 2 мен 2-ні көбейтсек 4 болады. Сонда шығады. Енді бұл бізде бұрыс бөлшек 4-тен 25 түрінде қалдыруға болады, немесе 6,4-тен 1 деп аралас сан түрінде де келтіруге болады. Сатылы бөлшектердің тағы да бір түрі бар енді. Ол бізге мынандай түрде келеді. С деңгейде қазір 761-ші есепті көрсетейін. 1 плюс бөлшек, бөлшектің алымында 1 бар, бөлімінде 2 минус 1 бөлінген 3 минус 4-тен 1. Ал мына бөлшекті орындаған кезде балдар төменнен бастаймыз. Мына төмендегі яғни сатылы деп айтып тұр ғой, сатылы бөлшек. Төменнен жоғары қарай жүреміз. Алдымен мына амалды орындаймыз. Қалғандарын өз күйінше көшіріп қоямыз. 1 плюс мына бөлшекті жазамыз. 1, 2-ге де тиіспейміз, минус 1-ге де тиіспей жазып қоямыз. Бөліміндегі мына 3 бүтіннен 4-тен 1-ді алып тастаймыз. Сонда бізде қалады 4-тен 11. Мінекей 3-тен 4-тен 1-ді алсақ, 4-тен 11 деген бөлшек шығады. Әрі қарай тең 1-ге тиіспейміз, плюс 1, мына 2-ге де тиіспейміз бөлімде, минус. Енді 1 бөлінген 4-тен 11, яғни 4-тен 11-ге кері бөлшек, бізде ол 11-ден 4 деген бөлшек. Әрі қарай 1 плюс, мінекей қалдырып отырамыз. 1, енді мына бөлшектің бөлімдегі амалды орындаймыз. Тең ортақ бөлім бізде 11 ғой. 11-ді 2-ке көбейтсек бізде неше болады? 22 болады. 22-ден 4-ті алсақ 18 қалады. Әрі қарай 1 плюс, енді 11-ден 18 бөлшегіне кері бөлшек не айтып тұр? 1 бөлінген 11-ден 18 деген сөз, 11-ден 18-ге кері бөлшекті жаз деген сөз. 18-ден 11 деп аламыз. Тең. Енді әрі қарай бізде не бар? Берілген бүтін санды қоса саламыз мына жерде. 1 бүтін қосу 18-ден 11 деп. Мінекей біздің есебімізде. Бізде балдар мына жерде берілгенде қосу емес азайту екен ғой. Айып етпейсіңдер. Мына жердің бәрін сол минус қыла салайық. Енді 1-ден 18-ден 1-ді алсақ, бізде қалады 18-ден 11-ді алсақ 7 қалады. Мінекей 18-ден 7 бізде есептің жауабы болады. Мінекей балалар сатылы бөлшектерге берілген есептерді осындай реттілікпенен, осындай заңдылықпенен орындаймыз. Құрметті оқушылар, біздің сабағымыз ұнаса, біздің арнамызға тіркеліңдер, лайк басып, өздерінің пікірлерін де қалдырып отырыңдар. Келесі сабақта кездескенше.